Семей қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде ауылдағы тірек мектептерінің әлеуетін арттыру жобасы бойынша педагогтарға, осы ауыл мектебінің педагогтарына семинар өткізіп жатырмыз. Мұнда Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы және Павлодар облысының 8 мектебінен, 8 тірек мектебінен, ауылдық мектептерден 300-ге тарта мұғалім келіп, осы семинарға қатысып жатыр. Бұл семинарлар оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру, цифрлық сауаттылығын қалыптастыру және зерттеу дағдыларын қалыптастыру бағыты бойынша жүріп жатыр. Былтыр 17 мектепті, Қазақстан ел аумағында 17 мектепті оқытқан болсақ, биыл бұған 63 мектеп қосылды. Бұл мектептерде семинар бірінші қазір бізде офлайн, яғни бетпе-бет кездесу арқылы жүріп жатыр. Бұдан кейін біз бұларды онлайн қолдайтын боламыз және келесі жылға әрине тағы да семинарларымыз жалғасын табады. Көп білім алуымызға қазіргі ақпараттық салада, қазіргі ғасырда көп нәрсені үйренуге тура келіп тұр. Біздің міндетіміз келешек ұрпақ, оларда үлкен азамат болады, үлкен биіктерден көрінеді. Енді оқушыларымызды сіздерден алған білімдеріңізбен кеңірек сусындатсақ деп отырмын. Өйткені сіздердің мынау әдіс тәсілдеріңіз маған ұнады. Осы семинардың алған әсеріміз, жаңағы үйреніп жатқанымыз оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауы, креативті ойлауы, оқушылардың эмоцияларымен бөлісу, олардың эмоцияларын өзімізге қабылдау, бірге жаңағы осы музыка пәнінің балаға рухани байлық беретіндігі, музыка пәніндегі актыны емін-еркін қолдана білуіміз туралы осындай өзімізге көптеген ақпараттар алып жатырмыз. Өзімізге көптеген шын айтқанда рухани байлықтар жинап жатырмыз десем де артық айтпаймын деп ойлаймын. Бізге осы семинардың берері көп, біздің үйренеріміз де көп екен.